Ильяс Есенберлинді білесің ғой. Иә. Сол кісі ертеректе осы Алмас қылыш, Жанталас, Күйреу деген кітаптары болды. Қазақтың ең бірінші тарихын жазған, зерттеп, бүкіл архивтерді ақтарып, көп еңбек сіңірген адам болды енді. Әбілқайырды жазған, Әбілқайырдан бастап Бермен қарай. Өзбек хандығы бүкіл бәрін жазған. Бүткіл қаншама қазақтың батыры бар, бәрін содан тауып алуға болады. Қобыландыны мен содан оқығанмын. Есімде қалыпты, әкем үйге көп кітаптар әкелетін еді, оқы қарағым деп. Әлі ұмытқан жоқпын. Сол кітапты жазарда ең бірінші бастамасы соның Қаһар роман деген болды. Қаһар роман жазбастан бұрын қазақтың төл шежіресін зерттеу үшін бұрынғы көнекөз қарттар бар ма, солардың аузынан естегісі келіп, әсіресе батыс өңірі батырға бай жер, жау жүрек ел, батыстан бастайым деп содан біздің батысқа хабар жіберіпті дейді ғой. Сондай жазғым келіп еді, көнекөз қариялар бар ма, бар болса табыңдаршы, сөйлескім келеді деп. Содан ол уақытта сол мына батыстың бір секретары, атын ұмытып қалып отырмын. Бұл Ақселеу Сейдімбековтың кітабында бар. Атын ұмытып қалып отырмын жаңа секретардың. Сол тікелей тапсырма келгесін жанталасып іздеп, бір Әбдірахман деген шал бар екен. Әбдірахман болғанмен өзі халқы Қисық деп атап кеткен. Шын аты Әбдірахман, бірақ Әбдірахман өз аты бұйырмай өзіне Қисық болып кеткен екен өмір бақиына. Сол Қисық деген шал бар депті. 80-ге келіп қалды. Қарсақ қаңыр, бірақ шежіре тұрғаныменен. Жаңғыз бала бар еді, соғыста өлді депті. Қазір кемпірмен екеуі. Ал енді осы ауылдың айтуы бойынша сол шалдан артық білетін ешкім жоқ. Шежірені. Сол шалмен сөйлесейік депті. Сөйлеспесеңіз депті. Сонымен не керек, ұзын сөздің қысқасы, Әбдірахманға жаңағы онда іздеп барамын мен деп. Укол салайын бақ қой. Ал енді Әбдірахманға ендеше айт, онда мен барамын депті. Сонымен не керек, жаңағы первый секретар Әбдірахманды таптырып алып, көп шежіре біледі екен, көп біледі екен. Айтыпты сөйтіп қазақтың маңдайалды жазушы Асқар Таудай, қазіргі жазушылар одағындағы ең жоғарғы лауазымды адам Ильяс Есенберлин келем деп жатыр біздің жаққа. Шежіре жазғысы келеді қазақтың өткен тарихын депті. Ал енді өткен тарихын жазу үшін көнені білу керек. Сізден басқадан өрет жоқ деп. Сонымен не керек, Ильяс Есенберлин Алматыдан шақ білетіп телеграмманы ұрады ғой. Ал Әбдірахман ауылда болсаң, Әбдірахман шалым, мен саған келе жатырмын деп телеграмма. Ол уақытта телеграм салады ғой. Содан жаңағы телеграм келеді. Келгеннен кейін жаңа Әбдірахманға келеді. Содан Әбдірахман жарияға жалсарыпты. Қазақтың нарқасқа жазушы Ильяс Есенберлин маған келе жатыр деп, міндім деп айтты пойызға деп. Содан келіп жазай екен, кемпіріне келіп айтады, ай кемпір, ал енді Ильяс келе жатыр ғой. Жаңғыз баланы соғыста кетті. Әйтеуір бұқа басым қадірсіз болмағаны ғой, мені іздейтін адам бар екен. Бір боз қосқаны белдеуге байлайық бір қойды. Арнап сойып халық шақырайық депті. Кемпір үндемепті. Жарайды, жақсы депті. Соныменен сол осы бүгін пойыздан түседі деген күні Әбдірахман шал бір қойды, қара қойды ұстап алып белдеуге байлайды ғой. Содан Ильясты күтеді. Ол күні Ильяс келмейді. Ертеңіне болады. Ертеңіне тағы келмепті. Содан ұзын құлақтан естуі бойынша Ильястың табанын жерге тигізбей келген бірінші секретар, екінші секретар бар, райком, райисполкомы бар. Ақжайықтың бойына үйді тігіп,
табанын жерге тигізбей ту бие сойып қонақ қылып жайлап жатыр екен. Содан Ілияс солардың ортасында 3 күн қонақ болыпты. 3 күн қонақ болғаннан кейін, есін жинағаннан кейін айтты: осы мен осы жаққа неге келдім? Мен Әбдірахманға келдім ғой, ал Қошал қайда депті. Содан бірінші секретар тұрып айтты: Қошал осы ауылда, ал енді мен оны қазір алдырайын онда депті. Сол жаңағы сол ауылдың бір сельсоветі бар екен. Сельсовет тұрып айтты: жолдас, секретар жолдас, енді ол мен білетін Әбдірахман болса, ол сіз жіберген Волгаменен келмейді. Ол бір қисайсам ол қисаятын адам, оның аты Қисақ қойылған депті. Неге келмейді секретар шақыртып жатқанда деп Волганы қоя береді ғой. Содан сельсоветке айтты: сен өзің бар ішіне мініп депті. Сол шалды қалай болғанда да алып кел енді депті. Содан жаңағы сельсоветтің секретары кезінде бұл шалдың баласымен соғыста бірге болған екен ғой. Бұның да балам дейді екен. Содан барса, Қисық шал үйінде төрде жатыр екен, насыбайын атып. Барғаннан кейін бұны көргеннен қыңыраяды, сәлем шаққалады. Шаруаңды айт бала депті. Шаруам сол Ілияс келді. Секретары бар, райисполкомы, райкомы бар. Ақжайықтың бойына үй тігіп, қарсы алып қонақ қылып жатыр. Сен де солармен бірге болсын деді депті. Содан шал тұлан тұтып отқанда кемпір тұрып айтыпты: ай Қақбасай, 3 күн бойына ана қойдың обалына қалдың-ау. Мен саған баяғыда айтып едім, сені Ілияс нағылады. 3 күн бойына ана қойдың обалына қалдың, шешті қоя бер, өрісінен қалдырмай депті кемпір. Содан шал үндемей насыбайын шақшасын қалтасына салып, келген Волга машинаға мініп келіпті ғой. Келсе Ілияс үлкен қылып тіккен ағаш үй екен. Ағаш үйдің ортасында, қақ ортасында төрде отыр екен. Өзі де бір келбеттілеу, шашын артқа қайырған, адам біткеннің сұңқары әдемісі. Қызыл шырайлы келген, екі беті томпақтау, қолды сілтеп әңгімені соғып отыр екен. Содан келіп шалда келгесін мына қаңыр шал, Қисық шал қисайып келеді. Есіктен кіріп, амандасып жұрттың бәрімен жоғарыла дегенде тыңдамай, көптің бірі болып отыра салады. Содан келсе Ілияс жаңа тыңдаса әңгімесін, Ілияс қолды сермелеп, былай да былай, былай да былай, Әбілқайыр былай болған, мынау былай болған деп әңгімені жостыртып бір уақытта барып: ай осы мен осында неге келдім? Ал енді ақсақал, мен саған келдім. Ал енді өзің бір ғасырды көрдің, әкең бір ғасырды көрді. Ал енді солардың айтқан әңгімесі бар шығар. Көненің көзі ғой. Менің білгенім мына Қоңырқұлжа, Құдайменденің Қоңырқұлжасы. Негізі шыққан тегі арғын, бірақ батысқа келген. Билігі осында жүрген. Ал енді мықты адам болыпты дейді. Сол Қоңырқұлжа туралы әр жерден іздеп едім, таба алмадым. Ұзын ырғасын сенен білгім келіп отыр. Бөкей хандығын білесің, Бөкейдің шет жағасын көрдің, Жәңгірді көрдің. Ал енді ол туралы не білесің депті дейді. Сонда өзі қисайып, көтінің бауы теріс келіп отқан жаңа Қисық шал: қарағым айналайын, Ілиясжан, айтуың жөн ғой депті. Бірақ енді жөпелдемеде адамның аузына әңгіме түсе қоя ма? Сұрағың да дұрыс, айтуың да дұрыс. Өзім 2 ғасырды көрдім депті. Осы ғасырды көрдім, өткен ғасырды көрдім. Әкем оның алдындағы Бөкей хандығын көрді, оның бәрі рас депті. Қоңырқұлжаны көзімен көрген екен депті. Ал қарағым, Қоңырқұлжаны сен айтып отырсың ғой. Ендеше мен Қоңырқұлжа туралы кішкентай бірдеме айтайын. Қиын жерден сұрақ қойып атсың, жөпелдемеде адамның ойына әңгіме түсе қоймайды. Әкемнің айтуы бойынша айтайын, Қоңырқұлжа деген нән семіз ет жеңділеу адам болған екен. Дәретке шыққанда 2 адам екі қолтығынан демейді екен Қоңырқұлжаның. Бір адам ызбытпауын шешеді екен, бір адам бәленшесін шығарады екен. Содан сегізіп дәрет алдыртады екен. Сондағы әкемнің айтқаны қарағым айналайын-ау депті Ілиясқа қарап.
соның ұма майы деп айтты дейді. Ұма майы дегенді білесің ғой. Соның ұма майы мына сенің бетің сияқты былшиған еді деп айтты дейді Ілиясқа. Ал енді қарағым, айналайын, сен сұрап жатсың, мен айтып жатырмын. Оның тек былай айтып жатқан ұма майы туралы. Басқасын тағы бір кездескенде айтармын. Ал енді осыны алыстан Алматыдан келіп осындай әңгіме тыңдағың келіп отқан сенің әкеңнің аузын сығайын депті Ілиясқа. Ал енді Ілиястың табанын жерге тигізбей қолпаштап көтермелеп жатқан сендердің әкелерің аузын сығайын депті бірінші екі секретарларға. Ал енді естиін дегендерің осы болды ма? Осыдан басқа айтар әңгімем жоқ деп шапанның желбегін жеңін қағып жіберіп, орнынан ұшып тұрып, топты жарып, ағаш үйдің есігінен шығып, күннің батысына қарап, ауылына қарап жаяу тартыпты дейді ғой. Сонда Ілияс орнынан атып түргеліп, бір секретарға атылып қарап райисполкомменен «Ей» депті. 80-нің үстіне шығып, алжып отқан шалға мені осындай қылып көтімді ашып, бетімді айтқызып боқтатайын деп шақырдыңдар ма? Халықтың алдында бір ойым төгіп, не деген көргенсіздік мынау депті. Сонда сельсовет орнына ұшып түргеліп айтқан екен дейді. «Іреке» депті Ілияс. «Ай қарағым, жасымыз шамалас екен. Сен тыңда, сен түсінбей қалдың. Сен оппаста телеграмманы кімге салып едің? Әбдірахман саған келатырым, сен іздеп келатырым деп салған жоқсың ба? Ол байғұс шалдың жаңғыз бала соғыста өліп, менімен әскерде бірге болып еді. Жаңғыз баласы еді. Бауырға басқан. Баладан рахат көрген жоқ. Сен телеграмма салғасын, ол жарияға жар салып, Ілияс маған келатыр деп бүкіл ауылға жар салып, қара қойын белдеуге байлап, қандай қылып сені күтіп еді. Ілияс маған келатыр деп. Сен мыналардың қолпаштағаннан шыға алмай, ақбоз үйдің ішінде кіріп, осылардың мәртебесінен аса алмай, шалқып сөйлеп отырып қалдың. Оның ниеті қайда? Сен қате істедің, Ілияс. Өз жөніңді біл. Жөн білгенің дұрыс болады. Қаншама жерден жазушы болсаң да деген екен. Сонда жаңағы Ілияс орнынан атып түргеліп, жағын сипаланып, орамалы бар екен, қолынан тастамайтын. Орамалмен маңдайына шыққан мұздай терді бұрқатқан сүрте салып, топты жарып, адамдардың үстін баса-маса жаңа шалдың соңынан тұра қуған екен дейді. Толған ағаш үйдің іші аңтарылып, далаға атып шығады, қарайды. Енді Ілиясты істер екен деп, шал бірталай жер ұзап кеткен екен дейді. Содан жаңа шалдың соңынан жүгіріп барып, халық енді бір қараса, Ілияс со шалдың алдында, Әбдірахманның алдында тізерлеп отыр екен дейді ғой. Кешірім сұрап. Содан шалмен екеуі ауылына кетіп, Ілияс со шалдың ауылында 2 ай болып, мына кімдер, мына Бөкей хандығы, Жәңгір хандығы, Құдайменде, Қоңырқұлжа, соның барлығын сол шалдың айтқан әңгімесі бойынша қаһарман дүниеге солай келген екен дейді. Ал енді қазақта осындай да өте простой, өте сондай адамдар болған. Ал енді сол мысалға бір ғасырда, мысалға 1958 жылы туған мен, мысалға міне бір емес 2 ғасырды көріп отырмын. Өткен ғасырдың әңгімесін айтамын, осы ғасырдың әңгімесін айтамын. Сол сияқты ғой. Ал енді мазаңды алып, шамалы уақытыңды алсам ренжімессің, тек былай айтып жатқан әңгімем ғой.